Беуде! Саның мәрте алғыс Робертжан. Сәттілік пен достық әрқашан бізбен бірге. Дәулет пен бақыт біздің бақытты тағдырымыз. Бүгін кешегіден әлдеқайда жақсырақ болу және өзімізді жетілдіру арқылы бүкіл әлемді жақсартамыз. Суперджамп, армысыздар! 3 жыл 4 ай дегенде міне сахнаға шықтым, өте қуаныштымын. Әлемнің жарық жұлдыздары, жаңа ұлы дәуірдің ағартушылары, баршаңызға сәлем бердім. Өсіп өрлеп өркендеулеріңізбен ағартушылар, долларлы мультимиллиардерлер, триллионерлер. Есімім Жанаргүл Аманжанқызы, ұлтым қазақ. Бүгінгі таңда Қазақстанның елордасы, Еуразияның қақ жүрегі Астана қаласында тұрамын. Жасым 42-де, бірінші ақпанда бұйыртса Құдай қаласа 43-ке толамын. Жалпы өзімнің туып өскен жерім Атырау облысы Жылой ауданы Құлсары қаласы. Мен ұлы ағартушылар, педагогтардың отбасының текті ұрпағымын. Әкем өмірден озып кеткеніне 9 жылдан асты. Аманжан Майланұлы Жылойдың өнерлі азаматы болған. Мына білім беру саласына 44 жыл еңбегін сіңірген, Қазақстан білім беру ісінің үздігі болған, бізге өзімізге дәріс берген біздің әкеміз, ұстазымыз. Анам Сания Елуғалиқызы білім беру саласында директордың 40 жыл орынбасары болған. Осындай әулеттен шыққан жанмын. Мамандық бойынша ағылшын тіл пәнінің ұстазымын. Алайда мамандық бойынша жұмыс жасаған жоқпын, өйткені 3 жасымнан бастап мені өзімнің әкем әуесқой сазгер композитор баян ойнап мені сахнаға алып шыққан. 6 жасында Алматы қаласында телестудияда ең бірінші рет сахнаға шығып, бүкіл Қазақстанға мені жария еткен. 20 жасында телеарнаға жұмысқа орналасып, тележүргізуші болдым. Жалпы бүгінгі таңда саналы даму жолында жүрген 21 жылға аяқ басты. Осы уақыт аралығында мен Қазақстанның ең мықты телеарналарында тележүргізуші болдым, кино саласында жұмыс жасадым. Халықаралық сән мектебінде балаларға риторика, сахна тілі өнері, актерлік шеберліктен дәріс бердім. Және психология, психосоматика, ведонумерология, нейрокоучинг деген салалардың барлығының жілігін шап майын іштім. Алайда мен бақытты тек осы суперджамптан таптым. Осыдан шамамен 4 ай бұрын 3 қазан 2022 жылы менің WhatsApp-ыма дыбыстық хабарлама келді. Жанаргуль, я сегодня проснулась, улыбнулась, и мне пришло имя Жанаргуль деген дыбыстық хабарлама. Оны жазған Есения Чаньян. Есения екеуміз ковидтің кезінде бір зумда бір танысқанбыз, бірімізді аса қатты білмейміз. Суперджампқа келген кезде мен жаралы аққу болып келдім, өйткені күйіп кеткенмін, энергиям таусылған, өмірден күдерімді үзген, жалпы өмірмен қош айтқысым келіп жүрген жан болдым. Сөйтіп Есенияның сұхбатынан кейін мен бірден сол күні кешкісін суперджампқа кіріп, бір айдың ішінде менің өмірім 180 градусқа өзгерді. Мені қайтадан телеарнаға, киноға, жұмысқа шақырды. Қайтадан менің алдымнан үлкен көкжиектер ашылды, бірақ мен ешқайда барған жоқпын. Суперджамптың ұлы мақсатын жүрегіммен қабылдап, сөйтіп осы жерде интеллект жаттықтырушы болып қалып, міне 3 жыл болды. Мен жүректердің шырағын жағып, өте үлкен нәтижеге шәкірттерімді жеткізіп келе жатқан жайым бар. Бүгінгі таңда мен 4-ші дәрежелі фаундермін. Суперджамп бүкіл әлемдік клубтық қозғалысының амбассадорымын. Владимир Викторович Долгиннің жеке шәкіртімін, суперджамп рухының сақтаушысымын және алтын серіктеспін. Және бүгінгі таңда менің сахнаға шығуыма септігін тигізген менің жарқыраған жұлдыздарым, менің ұлы командам. Қазір біз саналы жаңа Қазақстанды аяққа тұрғызамыз, алашты оятамыз деп еңбек етіп жатқан менің асқан тұлғаларым. Соның ішінде Гүлсім Уәлиқызы, бүгін Гүлсімжан 2-ші орын алып сахнаға шығып өзі сөйлейді. Саның мәрте алғыс Гүлсімжанға маған сенім артқан үшін, және міндетті түрде мен өзімнің барша қарлығаштарымды құттықтаймын. Олар Салтанат Бақытқызы, Айған Өмірханқызы, Гүлсім Уәлиқызы, Гүлсім Сәрсенбайқызы, Гүлфия Ерболатқызы, Сания Маликқызы, Камила Нұрсұлтанқызы, Айман Макенқызы, Бибігүл Оқасқызы, Кира Гехт Америка құрама штатынан, Елена Калида Белоруссиядан, Гүлмира Мевкенқызы және күні кеше біздің командаға қосылған Мөлдір Сәрсенбайқызы. Әлбетте, Владимир Викторович Долгин, Петр Силкин, Алексей Квашнин, Роберт Ра, Расул Зулкашев, Айша Досқали, Дастан Досмамбетов, Есения Чаньян, барша тәлімгерлеріме саның мәрте алғыс басымды идім. Енді көп нәрсені айтуға болатын еді, бірақ уақыт өте тапшы, сондықтан міндетті түрде қайтадан сахнаға ораламын, сіздерге уәде беремін. Суперджамп бұл шынымен де адамның тағдырын түбегейлі өзгертетін даңғыл дара жол. Интеллект жаттықтырушы бұл ең киелі қасиетті мамандық, сондықтан баршаңызды біздің үлкен бүкіл әлемдік отбасымызға шақырамын. Ал енді микрофонды менің жарқыраған жұлдызым, тәлімгерім Есения Чаньянға ұсынамын. Есения, родное сердце, переведите мою звездную речь. Благодарю всех, полетели к звездам.
Удача и дружба с нами всегда, богатство и счастье – это наша судьба. Зажгла так зажгла. Поздравляю с ростом! Итак, удача. Сегодня быть лучше, чем вчера, и, конечно, улучшая себя, улучшая мир. Приветствую родные сердца, просветители новой эры, ярчайшие звезды мирового масштаба, дежурные по планете Земля. Поздравляю всех вас с космическим ростом! Очень рада выступать на этой мировой сцене. Мое имя Жанаргуль Аманжан Казы. Я казашка с Казахстана, живу в самом сердце Евразии, в нашей прекрасной столице Астана. Мне 42 года, 1 февраля уже будет 43. Сама родом из Запада, это Атырауская область, Жылыойский район, город Кульсары. Родилась в семье педагогов, просветителей. Мой отец Аманжан Майланулы, его уже нет с нами 9 лет. Посвятил 44 года своей жизни образованию. Отличник, просвещение Республики Казахстан. Преподавал всем детям нашей семьи и внукам тоже. Мама Санья Галикызы с папой вместе работали в школе. 40 лет была заместителем директора. Я сама по профессии преподаватель английского языка, но по профессии никогда не работала. С 3 лет сейчас выступала на сцене. Моим наставником был папа. Он был композитором и играл на баяне. А я пела песни. Когда мне было 6 лет, меня впервые показали по телевидению на всю страну, а в 20 лет я уже выступала как ТВ-ведущая в городе Актубе. В теме осознанного саморазвития я уже 21 год, и за это время я изучала все методики по разным направлениям, вела одну рейтинговую программу на одном из главных телеканалов Казахстана, работала в сфере киноиндустрии, преподавала детям в модельной школе международного уровня по актерскому мастерству, риторике, сценической речи и ораторского искусства. Сейчас, милая. Но счастье нашла только Супер Джамп, и, конечно, который вошел в мою жизнь 3 ноября. Уйди ко мне. Вот у меня тут доча проснулась, мои милые. В общем, Жанаргуль легендарная, которая пришла благодарить всю педагогическую нашу команду. Конечно, наставник Есения Чаньян. Также Расул Зулкашев. За 1 месяц моя жизнь просто перевернулась на 180 градусов. Меня заново звали на ТВ-кино. Поступали очень много предложений, но я никуда не пошла. И, конечно, запустила сразу свои первые группы. Так что, родные сердца, с ростом вас всех поздравляю. Жанаргуль, поздравляю с ростом. Летим на рекорды. Гульсим Ханым, поздравляю. Это звездочка Жанаргуль Аманжан Казы, которая зажгла тоже сердца и сейчас на этой главной сцене будет выступать. Поздравляем всю педагогическую ветку Петра Силкина, Владимира Викторовича Довганя. Все находятся за кулисами. Это вся техническая поддержка, вся команда интеллект-тренеров с ростом от Жанаргуль Аманжан Казы. Ура, браво!